Айдар студиясы ұсынады. Мұсылман үшін маңызды сұрақ-жауап. 3 сұрақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қай жерде туылған? Мекке қаласында, Куфа қаласында, Мәдина қаласында. Сонымен пайғамбарымыз қай қалада туылған екен? Мекке қаласы деген таңдау жасалды. Қарайық, дұрыс па екен? Әрине, Мекке қаласында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам милади жыл санауы бойынша қай жылы туылған? 570 жылы 21 сәуірде, 571 жылы 20 сәуірде, 572 жылы 20 сәуірде. Сонымен пайғамбарымыз қай жылы туылған екен? 571 20 сәуір деп таңдау жасалынды. Жауап дұрыс па екен? Қарайық. Әрине 571 жылы 20 сәуірде туылған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ай қамари санауы бойынша ай күні туылған? Рабиул ауал айының 10-шы бейсенбі күні, Рабиул ауал айының 11-ші жұма күні, Рабиул ауал айының 12-ші дүйсенбі күні. Сонымен пайғамбарымыз ай санауы бойынша қай күні туылған екен? Рабиул ауал айының 12-ші дүйсенбі күні деген таңдау жасалынды. Жауап дұрыс па екен? Қарайық. Әрине, жауап Рабиул ауал айының 12-ші дүйсенбі күні туылған екен.